тәуекел жасау үшін басты керек қасиет, навык, это умение доверять Богу. Тәуекел ету деген нәрсе, это умение доверять Богу. Сенім арта алу. Енді қараңыздар. Мен бір іс бастайын деп жатырмын. Да, я хочу, чтобы я заработал там деньги. Но жұмысым жүрмей, қарызға батып кету деген тәуекел бар ғой, мүмкіндік бар ондай. Болуы мүмкін, иә? Бар. Бірақ мен тәуекел етемін. Бастаймын. Получится? Получится. Не получится? Не получится. Өйткені Аллах Тағала әділ. 114 сүренің 113-інде деп басталады білесіздер ме? Құранда аса қамқор, ерекше мейірімді. То есть аса қамқор ол, ерекше мейірімді. До того аса қамқор, ерекше мейірімді. Если мен қалағандай болса, жақсы. Былай болса